Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнора, бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін, әрі тез дайын болатын қуырылған креветки тіске басарын дайындаймыз. Ол үшін креветки қажет. Креветкиді жақсылап жуып, тазалап аламыз. Одан кейін майымызға сарымсағымызды осылай жақсылап қуырып аламыз. Сарымсағымыз қуырып болғаннан кейін үстінен креветкиларымызды саламыз. Креветки мен сарымсағымызды жақсылап қуырамыз. Одан кейін осылай креветкиларымызды 2 минуттай майға бұқтырамыз. Одан кейін үстінен лимон қышқылын құямыз. Одан кейін барлығын жақсылап 1-2 минуттай қуырамыз. Одан кейін үстінен сары май саламыз. Сары май салып барлығын майымыз ерігенше осылай 1 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Осылай жақсылап қуырамыз. Креветкеміз қызарғанша, міне біздің креветкеларымыз дайын болды. Енді столға әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Міне біздің дәмі тіл үйретін креветки тіске басарымыз дайын. Видеоны лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.